Күн күркіреді. Авторы Рэй Брэдбери, аударған Димаш Зиадин, оқыған Қуаныш Ахмет. Қабырғадағы жазу жылжып баққан жылы су жауып қалғандай болып жайылып сала берді. Екеліс бір сәтке көзінің жұмылып барып, қабағына көміліп қалғанын сезді. Әйтсе де сол қас қағым түнектің өзінде әлгінде көрген әріптер жарқырап көз алдында көлбеңдеп кетпей қойды. Уақыт Сафария корпорациясы. Тарихтың кез келген сәтіне саяхат ұйымдастырамыз. Сіз құрбандық таңдайсыз, біз тиісті жерге жеткіземіз. Құрбандығыңызды өлтіресіз. Тамағына жып-жылы қақырық жиналып қалған екен. Асыға үсіге жұтып жіберді. Үстел басында қызметкерге арналған $10,000 чекті жоғары көтергенде аузының бұлшық еті жиырылып, езу екі жаққа жайылып сала берді. Сафариден аман келетіме кепілдік бересіздер ме? Ештеңе бермейміз, деді қызметкер. Динозавр көрсете алатынымызға ғана сенімдіміз. Сосын бұрылды. Трэвис мырзамен таныс болыңыз. Өткен шаққа саяхат кезінде жолбасшыңыз болады. Қашан қай жерде оқу шығару керегені осы кісі айтады. Атпа десе атпайсыз. Бұйрығын орындамасаңыз, оралған соң тағы $10,000 айыппұл төлейсіз. Үкімет те жазасыз қалдыра қоймас. Алып ғимараттың арғы түбінде екеліс иір-қиыр әлем-жәлем гу-гу еткен түсініксіз әлденені бытысып жатқан сымдар мен болат қаптамаларда бірде қызыл-сары, бірде күміс түстес, бірде көгілдір болып моң құбылған жарық-жұр жарықты көрді. Құлақ тұндырар гуілден уақыттың өзі бытырлап жанып, отқа оранғандай арғы-бергі тарихтағы жыл атаулыны, жылдамалардағы күллі күнтізбені, айлар мен күндерді бір жерге үйіп, өртегенде әсер алады екенсің. Хабарландырудағы әр сөз екелістің есінде. Адамның қолы сәл тиіп кетсе бітті. Сол өрт, сол алау, қың демей кері зымырайды. Дәл бір алтын жалатқан кесіртке секілді есте жоқ ескі жылдар, жасыл жылдар күл-қоқыстың, көмір тозаңның арасынан бас көтеріп қайта оралды. Ауаға раушан гүлінің хош иісі жайылады. Ақ басқан шаштар қайта қараяды, әжімдер тартылады. Өлі мен тірінің бәрі көштің басын кері бұрып, ажалдан қашып, түпкі тегіне шыққан жеріне асығады. Күн батыстан атып, шығыстың құшағына барып тығылады. Ай әдетінен жаңылып, арғы бетінен жіңішкере бастайды. Күллі дүние Қытай қораптары секілді сиқыршының қалпағына секірген қоян сияқты бірінің ішіне бірі барып жасырынады. Бар әлем жаңа өлімді, тұқым өлімін, жасыл өлімді таниды. Ұрыққа айналғанға дейінгі заманның қандай болғанын сезеді. Бұл үшін адамға қолын аз ғана қимылдатса жеткілікті. О тоба, деп кеудесін кере демалды екеліс. Машинаның жарқылы мұның жұқалтаң жүзін қытықтап ойнақ салып жүр. Уақыт машинасы, нағыз өзі. Басын шайқады. Тағдыр деген қандай, кеше сәлеу басқаша біткенде ғой, бүгін мұнда сіздерге қашып пысып босқын атану үшін келер едім. Құдайға шүкір әйтеуір. Кейт жеңді. Құрама Штаттарға жақсы президент бұйырып тұр екен. Дұрыс айтасыз, деді үстел басындағы адам. Жолымыз болды. Дойчер сайланғанда қаңғақсатар диктатураның қақпанына түсер еді. О неме, жер бетінде не бар, соның бәрін жау емес пе? Оған әлем де жат, дін де жат, адамшылық та жат, ақыл парасат та жат. Ел бізге хабарласып, Дойчер президент болса 1492 жылғы тартып кетуге бола ма деп әзілдегенсіп сұрап жатты. Жә, қалжыңды бұлай қоя тұрсақ, біз келген адамды қашырып жіберумен айналыспаймыз. Сафари ұйымдастырамыз. Тоғытері Кейт президент атанды. Сізге қалғаны бұйырып тұрған динозаврымды өлтіру, деп қызметкерінің сөзін бөліп жіберді екеліс. Тиранносаурус Рекс, күркіреген кесіртке, планета тарихындағы ең жексұрын құбыжық. Мына жерге қол қойыңыз. Қандай бәлеге ұшырасаңыз да біз жауап бермейміз. Динозаврлардың тәбеті керемет ақ. Екеліс ызадан қызарып кетті. Қорқытпақшысыз ғой. Шынымды айтсам, қару тарс еткенде ес түсінен айырылып, байбалам салатындарды өткенге жіберу ойымызда жоқ. Былтыр 6 жолбасшы, 12 аңшы өлді. Біз сізге нағыз аңшылар ғана армандай алатын, бұ замандағы ең алапат саяхаттың бастан өткеруді ұсынып отырмыз. 60 миллион жыл бұрынғы әлемді аралау және тарихтағы ең ұлы олжаны қанжығаға байлау. Чек әлі қолыңызда, жыртып бере қойыңыз. Мистер Екеліс чекке ұзақ қарады. Саусақтары дір-дір етеді. Жолыңыз болсын, деді үстел басындағы адам. Трэвис мырза клиентке көмектесіп жіберіңіз. Қолына қару ұстаған екеуі бір-біріне ләм-мим деп тіл қатпастан бөлмені кесіп өтіп, машинаға күміс түсті металға дүрілдеген жарыққа бет алды. Алдымен күн, сосын түн. Сосын күн, сосын түн. Сосын күн мен түн, күн мен түн, күн түн, күн түн. Апта, ай, жыл, 10 жыл. 2055 жыл, 2019, 1999, 1957 ол да өтті. Машина гүрілдеуін қоймады. Бұлар оттегі шлемдерін киіп, құлаққаптарын тексерді. Жұп-жұпсақ орнықты отырған екеліс тынбай шайқалады.
өңі құп-қу тістеніп алған. Қолы қалш-қалш етеді. Төмен қарап еді, су жаңа қаруды сындырып жіберердей сығымдап қысып алғанын байқады. Көлікте бұдан басқа 4 адам бар. Трэвис, сафаридің жолбасшысы, Лесперанс, оның көмекшісі, Биллингс пен Кремер аңшылар. Саяхатшылар бір-біріне қарап отырды да қойды. Жалт-жұлт еткен жылдар дәл жандарынан зырлап өтіп жатыр. Мына мылтық динозаврды өлтіре ала ма? Екел сосын айтқан өз екенін бірден түсіне қойған жоқ. Дәл тигізсең өлтіреді. Трэвистің даусы құлақ қаптан шықты. Кей динозаврдың 2 миы бар. Бірі басында, екіншісі жұлының бойында. Сәл төмен. Оларға тимейміз. Жолым болғыш екен деп шектен шығып кетпеу керек. Алғашқы 2 оқты көзіне жіберіңіз. Тигізе алсаңыз әрине. Сосын соқырайып қалған мақұлықтың миын шашып тастауға болады. Машина ұлып қоя берді. Уақыт артқа айналған кинолента секілді зыр қағады. Ондаған миллион күн мен ай кері бағытта кезек-кезек жүгіріп өтіп жатыр. Жоқ, ойлап қарашы, деді Экельс. Жер бетінде бұрын-соңды өмір сүрген кез келген аңшы біздің тірлігімізге қызғанып өлер еді. Мұның жанында Африканың өзі жай әншейін бір Иллинойс қой. Машина жүрісін баяулатты. Ұлғаны бір қалыпты гуілге ұласты. Сөйтіп барып тоқтады. Күн детектегенін қойып, аспанның бір жеріне барып ілініп тұра қалды. Иса Мәсіх әлі тумады, деді Трэвис. Мұса Құдаймен тілдесу үшін тау басына шыққан жоқ. Пирамидалар салынбады. Оларды тұрғызатын тас топырақ жер қойнында жатыр. Осыны ұмытпаңдар. Ескендір, Цезарь, Наполеон, Хитлер, олардың біреуі де жоқ. Жолаушылар бас изесті. Мынау, Трэвис мырза саусағымен нұқып көрсетті. Мынау Кейт президент атанардан 60 миллион 2055 жыл бұрынғы жунгли. Сосын иі қанып бусанып жатқан батпақтың үстімен барып, жап-жасыл орманның ішіне кіріп кететін. Алып қырық құлақтар мен пальмалардың арасында ирелең қаққан металл жолды көрсетті. Ал мынау, деп түсіндірді, компанияның аңшыларға арнап жасаған соқпағы. Жер бетінен 6 дюйм, шамамен 15 сантиметр. Жоғары орналасқан. Бірде-бір ағаш, гүл немесе шөпке жанаспайды. Антигравитациялық металдан әзірленген. Соқпақ бізді бұл әлемнен оқшаулап тұру үшін керек. Жолдан шықпаңдар. Қайталап айтамын. Жолдан шықпаңдар. Қандай оқиға болмасын, соқпақтан таймаңдар. Құлап кетсеңдер айыппұл саламыз, сосын біздің рұқсатсыз оқ шығармаңдар. Неге? Деп сұрады Экельс. Саяхатшылар ежелгі қалың қопаның арасында отырғанда. Желмен бірге бұларға алыстан әлдебір құстардың қиқуы, шайыр мен байырғы, дәуір теңіздің иісі, ылғал шөп пен қан қызыл гүлдердің жұпары жетті. Болашақты өзгерткіміз келмейді. Өткен заман үшін біз шақырылмаған қонақпыз. Үкімет бұл экскурсияларымызды жақтыра бермейді. Келісім шарттан айырылып қалмау үшін аз пара төлеп отырған жоқпыз. Уақыт машинасы аса жауапты мәселе. Байқамай әлдебір аңды, шымшықты қоңызды өлтіріп алсақ немесе бір гүлді басып кетсек, бұл ісіміз жан-жануарлардың өсіп өріп таралуындағы түрлердің дамуында маңызды түйінді жойып жіберуі мүмкін. Түсінбедім, деді Экельс. Бері қараңыз, деді Трэвис. Мәселен ки, абайсызда қазір осы заманның бір тышқанын өлтіріп алдық делік. Бұл сол тышқанның тарауы тиіс ұрпақ бір сәтте жоқ болады деген сөз. Солай ғой? Иә. Бұл іс бір ұрпақпен тоқтамайды. Өлген тышқанның туы тиіс балалардың да өз үрім бұтағы болу керек еді ғой. Яғни қара басып аяғымыздың астына қарамай жүріп, біз бір емес, 10 емес, 1000 емес, миллион миллиардтаған тышқанның түбіне жеттік. Бопты, жоғалды делік. Экельс келісе кетті. Не бопты үйтсе? Не бопты? Трэвис жақтырмай мырс етті. Дәл осы тышқандарды жеп өмір сүруі тиіс түлкілерді қайда қоямыз? Тышқан жетпесе бір түлкі өледі. 10 түлкі азайса бір арыстан тамақ таппай тентіреп кетеді. Бір арыстан тұрайса алуан түрлі жәндік пен құзғын жоғалады. Санның өмір иесі құрайды. Ал енді 59 миллион жылдан кейін жер бетін мекен еткен 12 жабай адамның бірі іші құрылдап, боратылып үңгірінен шығып, қабан не қылышты жолбарыс ұстап жемекші болды делік. Бірақ сіз, достым, мына жақта байғұс тышқанның түбіне жеттіңіз. Соның кесірінен осы маңда өмір сүруі тиіс жолбарыстар жоғалып кетті. Нәтижесінде үңгір адамы аштан қатты. Ал бұл жай ғана бір жабай пенде емес, жоқ. Бұл бүтіндей болашақ ұлт. Тірі қалғанда 10 ұл таптырар еді. Олардан 100 ұрпақтар айырады. Ақыры бақандай бір өркениет орнайтын еді. Бір адамды өлтіру түгел тайпаны, халықты, тарих дәуірін күреп тастау деген сөз. Адам атаның немерелерінің бірін өлтіргенге барабар. Тышқанды мыжып өлтіру планетаның бет бейнесін өзгертіп жіберетін, тағдырымызды танымастай қылатын жер сілкінісіне тең. Бір ғана үңгір адамның өлімі оның жарық дүниеге келмей жоғалған миллиардтаған ұрпағының ажалы. Бәлкім жетітөбеде тұрған ұрым жоғалар, тіршілік тек Азиядан қайнап Еуропа меңіреу ормандардың құшағынан сол күйі шыға алмай кетер. Тышқанды басып кетсеңіз, пирамидалардың түбіне жетесіз. Тышқанды өлтіріп алсаңыз, мәңгілікке соққы беріп,
үлкендігі ұлы шатқалдай болатын жерін үңірейтіп кетесіз. Елизавета патшайым дүниеге келмейді. Вашингтон Делавэр өзенінен өтпейді. Құрама Штаттар құрылмайды, сондықтан сақ болыңыз. Соқпақтан шығыңыз. Қандай жағдай болмасын, жолда қалыңыз. Түсінемін, деді Экелс. Сонда тіпті шөпке де жолауға болмай ма? Дәл айтасыз. Әлде бір өсімдік ұрық шашып үлгермей қурап қалса, оның арты неге соғарын білмейміз. Қазір болған сәл ауытқу 60 миллион жыл ішінде алапат өзгерістер тудыруы мүмкін. Әрине, бұл теориямыз қатеде болар. Бәлкім уақытқа ықпал ете де алмайтын шығармыз. Қандай да бір әсеріміз болған күннің өзінде ол елеусіз өте шығуы да мүмкін. Тышқан өлімі жәндіктер әлемінің басқаша дамуына, ол өз кезегінде популяция тепе-теңдігінің бұзылуына, одан кейін астық шықпай депрессия мен аштықтың таралуына, ақыры жекелеген елдерде әлеуметтік теңсіздіктің орнауына әкелуі ғажап емес. Немесе біздің заманға жеткен өзгерісті желбі өткен жел, естілер-естілмес сыбдыр, көрінер-көрінбес қыл, ауадағы тозаң секілді байқамай, білмей өткізіп алуымыз да мүмкін. Кім біледі? Ақиқаттың дөп басып айтатын кім бар? Біз әншейін долбарлаймыз. Бұл саяхатымыздың уақыт үшін күн күркірі әлде жай ғана сабыр екенін толық танымайынша аса сақ болуымыз керек. Мына машина, мына соқпақ, үстіңіздегі киім, өзіңіз мұның бәрі зарарсыздандырылған, білесіз. Басымыздағы оттегі шлемдер байырғы дәуір ауасына өзімізбен алып келген бактерияларды қосып жібермеу үшін киіледі. Сонда қаяңды өлтіретінімізді қалай білесіздер? Олар қызыл бояумен белгіленген, деді Тревис. Бүгін жолға шығардың алдында Лесперанс машинамен бұл жаққа келіп қайтқан болатын. Дәл біз түскен уақытта болды. Бірнеше мақұлықты аңдып барлап қайтты. Зерттеді ме сонда? Дәл өзі. Әңгімеге Лесперанстың өзі араласты. Жануарлардың бүкіл өмірін барлап зерттеп, қайсы жақ өмір сүретінін анықтаймын. Ондайлары көп емес. Күйлеп, ылығатын мақұлықтарды зерттейміз. Аз енді, өмір бірақ тұтам. Қысқасы, әлде бір ағаштың астында қалатын, немесе асфальт көлге батып өлетін жануарды тапқан соң, ажал келетін уақытты сағат, минут, секундына дейін анықтап белгілеп аламын. Сосын бояйтын оқ жіберемін. Ол аң терісінде қызыл белгі қылдырады. Экспедиция өткенге саяхат атанғанда, машина әлгі аңшыларға керек мақұл қойлерден дәл 2 минут бұрынғы сәтке түсетіндей етіп, бәрін алдын ала дайындап қоямын. Біз араласпасақ та өмірінің соңғы сәтін сүріп жатқан бәрібір ұрпақ қалдырып үлгермейтін жануарларды ғана өлтіреміз. Қаншалықты сақ екенімізді байқаған шығарсыз. Сонда бүкін таңертең мына жерге келіп кетсеңіз, деді Экелс абыржып. Біздің осы экспедицияны жолықтыруыңыз керек еді ғой. Сапарымыз қалай өтті? Ештеңе болмады ма? Бәріміз аманбыз ба? Тревис пен Лесперанс бір-біріне қарады. Бұл парадокс болар еді, деді Лесперанс. Адамның өз-өзін жолықтырып қалуына уақыт жол бермейді. Мұндай қауіп туса, ол бір қадам шетке ығысады. Әлгі жолда келе жатқан ұшақ шұңқырға түсіп кеткендей кілт төмендейтіні бар ғой, сол секілді. Дәл тоқтар алдында машинаның селк ете қалғанын байқадыңыз ба? Бұл сапарды аяқтап, болашаққа оралып бара жатқан өзіміздің қасымыздан өттік. Бірақ ештеңе көрмедік. Сондықтан саяхатымыз ойдағыдай бітті ме, әлде бәлеге ұрынды ма, мақұлықты өлтірдік пе, жоқ па? Бәріміз нақтырағы сіз, Экелс мырза, қайта оралдыңыз ба, әлде қалып қойдыңыз ба? Оны айту мүмкін емес. Экелс қаны қашып бозарып кетті. Әйтсе де жымиғансыды. Жә, жетер, деп кесіп айтты Тревис. Қимылдаңдар. Машинадан шығатын сәт келді. Джунгли шырқау биікке өрмелеп өсіпті. Джунгли далайып, жайылып жатыр екен. Джунгли бұл әлемнің туа бітті ажырамас бөлігі еді. Ауан әлде бір әуенге келетін, я желмен таласып, жалп-жалп етіп, сартылдаған шатыр етегін еске салатын дыбыс басып қалды. Бұл тек қорқыныш пен үрейге толы, түсінде ғана көруге болатын сиықсыз жарқанаттарға ұқсайтын сұр қанатты алып птеродактильдер еді. Соқпақта тұрған Экелс ойнаған болып мылтығын кезеді. Әй, тастаңыз, деді Тревис. Әзілдеп болса да қару көтермеңіз, құрып кеткір. Байқамай атып жіберсеңіз, Экелс қызарып сала берді. Қайда әлгі біздің Тиранносаурус Рекс? Лесперанс сағатына қарады. Келе жатыр. Тура 60 секундтан кейін алдымыздан шығады. Құдай тілеуіңізді берсін, қызыл белгіні өткізіп алмаңыз. Біз бұйырмайынша оқ шығармаңыз. Соқпақтан шықпаңыз, жолдан таймаңыз. Жаяулап келе жатқан жолаушыларды самал жел қарсы алып, құшағына алып ойнай бастады. Бір түрлі екен, деп міңгірледі Экелс. Алдымызда 60 миллион жыл жатыр. Сайлау өтті. Кейт президент. Ел жеңіс тойлап жүр. Біз болсақ мұндамыз. Миллиондаған жыл жел ұшырып әкеткенде жоқ қой. Жоқ. Өмір бойы бүйрегімізге батып, бас ауруымызға айналып келген проблеманың бәрі пайда болмады да әлі. Пайда болған несі бұл дүниеге келетіннен белгі де беріп үлгермеді.
Дайындал, деп бұйырды Трэвис. Бірінші сіз атасыз, Экелс. Екінші Биллингс, одан кейін Кремер. Жолбарыс, қабан, буйвол, піл аулау маған таңсық емес еді. Бірақ құдай куә, мынаумен салыстыруға болмайды, деді Экелс. Кішкене бала құсап тірілдеп кеткенімді қарашы. Тыныш, деді Трэвис. Бәрі тоқтады. Трэвис қолын көтерді. Алдымызда, деп сыбырлады жолбасшы. Тұман арасында жүр. Ұлы мәртебелі тақсырды қарсы алыңыздар. Шет жүрек жоқ, жүңгілей сыбырмен сыбдырға, маңқылдаған күңкілдеген күрсінген дыбысқа толы еді. Кенет біреу есікті тарс жапқандай соғылды. Тыныштық. Күн күркіреді. Тұман ішінде 100 ярдтай 91 метрден астам жерде Тиранносаурус Рекс пайда болды. О, тәңір, сыбырлады Экелс. Мақұлықты орасан зор жылтыраған серпіп, бірақ жұмсақ басатын қос аяқты тасиды екен. Сағатшынікі деуге келетін әлсіз қолдарынан майлы кеудесіне басқан зұлымдықтың ұлы құдайы орманнан 30 футтай, 9 метрден сәл астам, биік болып шықты. Аяқтары аса қарымды піспектер, айбарлы жауынгердің сауыты секілді жалт-жұлт еткен әжім-әжім терінің астындағы шиыршық атқан қуатты бұлшық ет, айшық-ұйшық ораған 1000 фут 453 келіден астам. Әппақ сүйек. Әр саны 1 тонна ет, піл сүйегі һәм кіреуке болады. Шырқау биікте жатқан дөй-дөкей көкірегінен өсіп шыққан 2 жіңішке қол саусақтарымен адамды көтеріп алып, аударып төңкеріп зерттей алар еді. Ер қаққан жылан мойны тұтас құйылған тас деуге болатын 1000 келілік бас сүйекті ұстап тұр. Аузын ашып еді, қадау-қадау тізілген қанжар тістер көрінді. Үлкендігі түйеқұс жұмыртқасындай болатын көзінен мақұлықтың құлқының қамынан басқа ештеңе ойламайтыны аш екені ғана білінеді. Жағы сарт етіп жабылды, аузы ақсиды. Сосын жүгірді. Артында тек сынған майысқан ағаш бұталар қалып жатыр. Тырнағысыз жердің бетіне тереңдігі 6 дюйм жарақат салып, топырақты қопарып кетеді. Әйтсе де мына жүгірісі кәнігі бейшінікі деуге келеді. Салмағы 10 тонна болатындай айуан дәл осылай оп-оңай қимылдайды деуге көрмесең сену қиынды. Мақұлық күн шуағына көмілген алаңқайға абайлап басып шықты да ауаны ұстап көргісі келгендей әдемі қабыршақ қолдарын ермеңдетті. Құдай-ау, Экелстің ерні дір-дір етеді. Мынауың тіктелсе айға жетеді ғой. Трэвис ашулана асылдады. Бізді байқаған жоқ әлі. Қой, бұны өлтіру мүмкін емес. Экелс сабырлы дауыспен айтты. Бұл сөзіне ешкім қарсы шыға алмайтын секілді. Дәлел-дәйек куәгерлердің айтқанын зерделеп барып шешім шығарды. Қолындағы қорқынышты мылтық емес, әншейін бір ойыншық секілді. Келген бәріміз ақымақпыз, болмайтын тірлік. Жап аузыңды, Трэвис арс етті. Бұл сұмдық. Айнал, деп бұйырды жолбасшы. Жаймен басып машинаға оралыңыз. Төлеген ақшаның жартысы қайтарылады. Мақұлықтың мұндай үлкен болатын білген жоқпын, деді Экелс. Қысқасы қателестім. Жоқ, бұл іске араласпаймын. Бізді байқап қойды. Әне, кеудесінде қызыл белгі. Күркіреген кесіртке бойын тіктеді. Оқ дармайтын денесі мыңдаған жасыл түйінмен қаптағандай жалт-жұлт етеді. Қабыршақтың бетін ыстық шырыш басқан. Тіпті қозғалмай қатып қалса да мақұлықтың тәні толқын-толқын болып жыбырлап жатқанын байқауға болады. Бұл қоймалшың шырыштың арасында быжынап жатқан құрт-қоңыздың тірлігі. Динозавр ауыр тыныс алды. Алаңқайды шикі ет иісі басып қалды. Мына жерден қарамды батыруға көмектесіңдер, деді Экелс. Бұрын бәрі басқаша еді, тірі қалатыныма күмән жоқ еді. Жолбасшыларым сенімді адамдар, сафари сәтті жүреді, еш қауіп жоқ. Бұл жолы қате кетті. Шамам жетпейді екен, мойындаймын, көтер алмаймын. Қашпаңыз, деді Ласперанс. Бұрылыңыз, машинаға барып тығылыңыз. Экелс мелшиітте қалды. Айдауына көнбей жатқан аяғын қозғауға тырысып төмен қарады. Шарасыздықтан ыңырсып кетті. Экелс! Көзін тарс жұмып, аяғын сүйреткен күйі 1-2 қадам аттады. Ол жаққа емес. Орнынан қозғалған сол еді, құбыжық зәре құтыңды алар дауыспен бақырып-шақырып тұра жүгірді. 100 ярдты 4-ақ секундта өтті. Мылтықтар шошаң етіп көтерілді де бұрқ-бұрқ атылды. Мақұлықтың аузынан шыққан дауыл адамдарды жалқық пен қанның иісіне көміп кетті. Кесіртке ышқына өкірді. Қанжар тістер күнге шағылысты. Экелс сол аула артына қарамаған бойы соқпақтың шетіне шықты да жолдан тайып кетті. Не істеп не қойғанын білмей жуңгілеге бет алды. Пайдасыз қаруы қолында бос салақтайды. Табаны жерге тиген сайын жасыл мүкке батып кете береді. Аяғы алысқа сүйрейді. Өзін тым жалғыз және артында болып жатқан жағдайға еш қатысы жоқтай сезінді. Мылтықтар тағатылды. Қару тарсылы мақұлықтың күркірей бақырғанның астында қалды. Алып құйрығы дәп бір қамшы секілді оңды солды сілтенеді.
Оның құрбаны болған ағаштар жапырақ бұтақтарын аспанға атып, барт-бұрт жарылып жатыр. Құбыжық зергер қолдарын төмен созды. Сондағысы мына адамдарды сипап көргісі келеді. Оларда қарқ айрғысы жидек секілді мылжа-мылжасын шығарып, аузына мына дарылдаған өңешке тезірек апарып тыққысы келеді. Әрқайсысы үлкен кеседей болатын көздері адамдарға таяп келді. Саяхатшылар төңкерілген айуан жанардан өздерін көрді. Сосын темірдей қатты қабаққа шалтыраған қап-қара қарашыққа оқ атты. Бейне бір жер сүзген тас құдай яупырып түскен жартас секілді Тиранносаурус рекс шайқалып барып құлады. Ырылдаған күйі айналасындағы ағаштарға жармасып, жер-көкті астан-кестен етті. Бір жолы металл соқпақта іліп кетіп, мыжып тастады. Адамдар қашып шегінді. Таудай үлкен 10 тонна суық ет гүрс етті. Мылтықтар тағатылды. Құбыжық өтпес құйрығымен жерді бір соқты да, жылан жақтарын сарт еткізіп, қатты да қалды. Тамағынан аққан ыстық қан лақылдай төгіліп жатыр. Ішіндегі әлде бір сұйықтық құйылған, торсық жарылған секілді күлімсіз сасық иіс жер-көкті алып кетті. Адамдар қозғалыссыз тұр. Үсті бастары қызылала жылтыраған қан. Күн күркірегенін қойды. Жуңгіле жым-жырт. Жартас опырылса, жасыл тыныштық орнайды. Үрейге толы түстің артынан таң атады. Биллингс пен Кремер соқпақта отыр. Жағдайлары мәз емес. Тревис пен Лесперанс түтіндеген қаруларын ұстап, құлақ тұндыра боқтап, жандарында тұр. Дір-дір еткен Екелс уақыт машинасында жатыр. Әйтеуір бірдеңе қылып соқпаққа оралып машинаға жетіпті. Тревис жақындап келіп, бұған қарады да жәшіктен дәке алды. Сосын соқпақта отырғандарға оралды. Сүртініңдер. Шлемдерін қамнан тазартты. Артынша Биллингс пен Кремер де боқтай бастады. Мақұлық қимылсыз, үйілген тауда ет. О жер бұ жерінде әлдене күрпілдейді, әлдене бүлкілдейді, әлдене ақырып, ақтық дем шығарғандай болады. Бұл жануардың өліп бірінен кейін бірі істен шығып жатқан дене мүшелері. Қан сөлі үйреншікті тамыр жолдарының бойын соңғы рет қуалап өтіп жүгіріп жатыр. Тұла бойы тәні сөніп өшіп мәңгіге істен шығады. Сынған паровоздың немесе жұмыс күннің аяқтаған бұл катогының жанында тұрған секілдісін клапан біткен, я тұтас ашық, я жабық. Сүйектер сытырлады, басқаруға келмейтін, өлі еттің салмағы жерге жабысқан жіңішке қолдарды бытыр-бытыр езіп тастады. Дір-дір еткен дене бірте-бірте саябыр тауып ақыры тыншыды. Кенет әлдене сатыр етті. Биікте аса жуан бұтақ сынып төмен ұшты. Құбыжыққа ажал келген мыналардың көзін анық жеткізгісі келгендей суылдаған күйі барып өлі денені басып қалды. Мінекей, Лесперанс сағатына қарады. Уақыт бопты. Кесеткенің түбіне жетуі тиіс ағаш осы болатын. Екі аңшыға қарады. Олжамен суретке түсесіздер ме? Не? Болашаққа ештеңе алып кете алмаймыз. Мынаның денесі осында өлген жерінде қалуы тиіс. Жәндіктер, құстар, бактериялар жеп қояды. Табиғаттағы тепе-теңдікті бұзуға болмайды. Сондықтан олжамызды қалдырамыз. Бірақ жанына тұрып суретке түсіп алуға болады. Аңшылар ойланған түр жасады да ақыры бастарын шайқады. Сосын жолбарысшылардың көмегімен машинаға жетті. Шаршап шалдыққан күйі орындықтарына отырды. Бұрылып, жеңіліс тапқан өлі қорғанға айналған құбыжыққа самарқау көз тастады. Суып қалған сауыттың үстінде алтын түстес жәндіктер пыжнап жүр екен. Әлем-жәлем кесіртке құстар қонақтап отыр. Әлде бір шудан селк ете қалып қарап еді, машина еденде діріл қаққан Екелс отыр екен. Кешіріңдер мені, деді ол. Тұрыңыз, деп ақырды Тревис. Екелс сүйретіле тұрды. Соқпаққа шығыңыз, Тревис бұйыра сөйледі. Қаруын көтерді. Машинамен қайтпайсыз, осында қаласыз. Лесперанс ара түспекші болды. Тоқташы, сен араласпа. Тревис көмекшісінің қолын сілкіп тастады. Мына сілімтік үшін бәріміз өліп қала жаздық. Жо, оны да қойшы. Құдай атқырдың аяқ киіміне қарамайсың ба? Қарасаңшы, иттің баласы соқпақтан шығып кетті ғой. Мұның ақыры не болатынын түсініп тұрсың ба? Қандай айыппұл төлейтінімізді бір Құдай білсін. $10,000 $. Біз соқпақтан бірде-бір адам шықпайды деп кепілдік береміз. Ал мынау шығып кетті. Ес алаң, ес уас. Мұны үкіметке жеткізуім керек. Осының кесірінен сафари туралы келісім шарттан айырылуымыз мүмкін. Ал уақыт, тарих үшін қандай салдары болуы мүмкін екенін ойладық па? Сабрет, Тревис, табанын аздап топырақ жабысқан шығар, басқа ештеңе жоқ. Қайдан білеміз? Тревис айқайлап жіберді. Боқты да білмейміз. Неге әкеліп соғатын жұмбақ емес пе? Бас алдыға Екелс. Екелс қолын қалтасына салды. Қанша керек? Сонша төлеймін. $100,000. Тревис чек кітапшасын алара қарады да жерге бір түкірді. Барыңыз, құбыжық соқпақтың жанында жатыр. Аузына шынтаққа дейін қолыңызды тығыңыз. Сосын келіңіз. Бұл барып тұрған әділетсіздік қой.
Мақұлық өліп жатыр, сорлы бейшара. Оқ! Өткен заманда оқ қалдырмауымыз керек. Ол дамуға, эволюцияға әсер етуі мүмкін. Міне пышақ, ойып алыңыз. Джунгли тірілді. Орман есте жоқ ескі заман сырына, құс үніне толып кетті. Екеліс баяу бұрылды да ежелгі дүние өлексесіне үреймен қорқыныш үйіндісіне қарады. Сосын айкезбе секілді сылти басып, соқпақтың бойымен кете барды. 5 минуттан кейін қалшылдап дірілдеген күйі машинаға оралды. Екі қолы шынтаққа дейін қанға малыныпты. Алақандары созды. Болат оқтар жылт-жылт етеді. Іле-шала ес-түсінен айырылып тұрған жерінде сылқ құлады. Бекер жібердің, бекер істеттің, деді Лесперанс. Бекер деуге әлі ерте. Тревис қимылсыз денен итеріп көтерді. Өлмейді. Есесіне екінші рет мынандай олжа үшін жолға шықпайды. Ал енді қолын енжар сілтей салды да қос үйге қайтайық. 1492, 1776, 1812. Беті қолдарын жуды. Қан қатып, қақиып қалған жиде шалбарларын шешіп, таза киім киді. Екеліс есін жиды, үн шығармайды. Тревис бұған 10 минут бойы тура қарап отырды да қойды. Қарамаңыз маған, деп қалды Екеліс. Ештеңе білдірмедім. Кім біледі? Соқпақтан шығып кеттім, аяғым балшық жағылып қалды, болды. Не керек сізге? Аяғыңызға жығылып, жалынып, жалбарынайын ба? О, да мүмкін. Айтпады демеңіз, Екеліс. Сізді өлтіріп тастау туралы ойымнан әлі айнаған жоқпын. Қару оқтаулы. Кінәм жоқ, ештеңе істемедім. 1999, 2055. Машина тоқтады. Шығыңдар, деп бұйырды Тревис. Дәл сол өздері көрген бөлме өзгермеген. Жоқ, тоқта, тура сондай емес. Сол үстелдің басында дәл сол адам отыр. Жоқ, дәл сол адам емес. Дәл сол үстелде емес. Тревис ғимарат ішін жылдан барлап шықты. Бәрі дұрыс па? Деп бұрқытты ол. Әрине. Аман есен оралуларыңызбен. Әйтсе де әлде бір күдік күмән Тревистің ойынан кетпей қойды. Ауадағы әр атомды тексеріп, биік терезеден түскен күн шуағын қазымырлана зерттеп тұрған секілді. Бопты, Екеліс, шығыңыз. Екінші көзіме түспейтін болыңыз, деді ақыры. Екеліс қалшиды да қалды. Не? Деді Тревис, жалма-жан. Не көрдіңіз? Екеліс ақырын ғана тыныс алды. Ауаға бірдеңе болған, әлде бір химиялық өзгеріс бар. Бірақ оның болмашы білінер-білінбес екені соншалық дүниенің өзгерген Екеліс түп санасындағы әлсіз дауыс арқылы ғана түсіне алды. Сосын бояу, қабырғаның, жиһаздың, терезеден көрініп тұрған аспанның ақ, сұр, көк, қызыл сары бояуы. Бұларға бәріне не болған? Оның үстіне мына бір сезімде қытығына тиіп, бойы түршігіп кетті. Қолы дірілдейді. Жан тәнімен әлде бір сұмдықты бұрын өзі білмеген, көрмеген дүниені сезді. Әлгі иттер ғана еститін ысқырыққа біреу үрлеп қалған, мұның денесі сол белгіге үнсіз жауап қайырған секілді. Терезенің мына ғимарат қабырғасының, мына қызметкердің дәл сол қызметкер емес, мына үстелдің дәл сол үстел емес, әр жағында көшелер мен адамдарға толы бүтіндей бір әлем жатыр. Бірақ нақ осы сәтте, нақ осы жерде тұрып оның қандай әлем екенін, қандай жандар өмір сүретінін қалай білуге болады? Екеліс қабырға сыртындағы құрғақ желдің жетегіне ілескен шахмат тастары секілді адамдардың қимыл қозғалысын анық сезді. Сосын бүгін мына бөлмеге алғаш кірген кезде оқыған қабырғадағы хабарландыруға көзі түсті. Бірдеңесі дұрыс емес. Уақыт Сафари корпорациясы. Тарихтың кез келген сәтіне саяхат ұйымдастырамыз. Сіз құрбандық таңдайсыз, біз тиісті жерге жеткіземіз. Құрбандығыңызды өлтіресіз. Екеліс орындыққа отыра кеткенін сезді. Табанына жабысқан топырақты асыға сүге тазалай бастады. Дір-дір еткен қолына бір кесек балшық ілінді. Жоқ, мүмкін емес. Болмайтын зат үшін. Жоқ! Балшықтың арасынан жасыл қара алтын түстермен жалт-жұлт еткен әдемі көбелек көрінді. Өліп қалыпты. Түкке тұрғысыз нәрсе үшін. Көбелек үшін! Екеліс айқайлап жіберді. Тепе-теңдіктің түбіне жетіп, уақыт деп аталатын ұлы дүниені құрайтын сансыз жылдар тізбегі жалғап тұрған доминоның алдымен кішкентай тастарын, артынша үлкен сүйектерін, ақыра алапат үлкен тастарын итеріп, іркес-іркес құлатып жібере алатын нәп-нәзік кішкентай тіршілік иесі еденге құлап түсті. Екелістің ойы сансаққа жүгірді. Мұның бірдеңе өзгерте алуы не ғайбыл? Өлі көбелек әлемге осындай соққы беруі мүмкін бе? Жоқ. Кенет өңі құп-қу болып кетті. Ерні дірілдеп,
кеше сайлауда кім жеңді деп сұрады. Үстел басындағы адам мырс етті. Қалжыңдап тұрсыз ба? Білмейтін адам сияқты. Дойчер әрине. Басқа кім бар? Ынжық Кейт емес шығар енді. Ақыр билікке темірдей адам нағыз еркек келді ау. Қызметкер сасқалақтап қалды. Не болды сізге? Екеліс бебеулеп қоя берді. Тізерлей құлады. Дірілдеген саусақтары алтын түсті көбелекке созылды. Құлдығың болайын, деді ол әлемнің, өзінің, қызметкердің, машинаның алдында жалына жалбарына. Мынаны тірілтіп кері қайтарайықшы. Бола ма? Оралайықшы. Басынан бастап бәрін өзгертейікші. Мүмкін. Құлаған күйі қозғалмады. Көзін жауып қалшылдап күтіп жатты да қойды. Тревистің ауыр демалғанын, қаруын көтеріп, сарт-сұрт еткізіп оқтап, шүріппені басқаны анық естіді. Күн күркіреді.